Спортшыларға сәлем. Сіздермен бірге Рамиль. Алдыңғы сабақтарымызда стрит воркауттың 4 статикалық элементтің өттік. Алғашқы элемент артқы позицияда асылу, алдыңғы позицияда асылу, көкжиек және соңғы өткеніміз жалауша. Бүгінгі сабағымызда стрит воркауттың күш элементтерін өтеміз. Ең бірінші түрі жазу машинасы. Сабағымызды бастамас бұрын жақсылап дене бұлшық еттерін қыздырып алу қажет. Жаттығу барысында жарақат алмас үшін алдымен денемізді ширатып алуымыз керек. Ширатуды мойнымыздан бастап басқа бұлшық еттерге ауысамыз. Әр жаттығуымызды 10-15 рет жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Иығымызды 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Шынтағымызға жасаймыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Қол буыны. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Енді төменгі буындарымыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Шираған күйде жаттығуымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызда стрит воркауттың күш элементтерін өтеміз. Ең бірінші жаттығуымыз жазу машинасы. Жаттығуды орындау барысында қол, иек, арқаның кең бұлшық еттері мен бицепс, трицепс бұлшықтары жұмыс жасайды. Жаттығудың орындалуын мен сіздерге көрсетемін. Қолымызды иек аралығымен сәйкес ұстап, жоғары иегіміз жеткенге дейін тартыламыз да, бір қолға салмақ түсіре, екінші қолымызды созамыз. Сосын келесі қолға көшеміз. Осылайша жазу машинасының әрекетіне ұқсас қимыл жасаймыз. Осы жаттығуды меңгеру үшін екі қосымша жаттығуды жасап үйренуіміз керек. Біріншісі, жоғары қалыпта статистика арқылы тартылу. Екіншісі, бір қолмен тартылу. Сіздерге қазір бірінші жаттығудың жасалуын көрсетемін. Қолымызды иық аралығымен сәйкес ұстап, жоғары иегіміз жеткенге дейін 3 секунд тартыламыз. Төмен түсіремізде қайта жасаймыз. Бұл жасағанымыз бірінші жаттығу. Жоғары қалыпта статика арқылы тартылу. Екінші жаттығуда бір қолға күш түсіре отырып тартыламыз. Қолымызды иық аралығымен сәйкес ұстап, толық салмақпен алдымен оң, одан кейін сол қолымызбен тартыламыз. Бұл орындағанымыз екінші жаттығу. Жазу машинасы жаттығуын жасау кезінде кездесетін қателіктер: бел темірді иекті жеткізбей тартылу, яғни бел темірді маңдай бойында ғана тартылу. Екінші қателік — аяқтардың шайқалуы. Жаттығуды орындау барысында аяқтар бірге болу керек. Аталған қателіктерді мысалмен көрсетемін. Үй тапсырмасы 3 жаттығудан тұрады. Ең бірінші жаттығуымыз статикамен тартылу. Қатарынан 4-5 реттен барынша көп жасауға тырысайық. Жоғары тартылғанда 3-5 секунд ұсталып тұру керек. Екінші жаттығуымыз бір қолға күш түсіріп тартылу. Қатарынан 3-4 реттен барынша көп жасауға тырысайық. Үшінші жаттығу қарапайым бел темірде тартылу. Қатарынан 4 рет. Салауатты өмір салтын ұстанайық, спортпен айналысайық. Сіздермен бірге болған мен, Рамиль. Сау болыңыздар.